Сәлеметсіз бе достар? Қалай, кезекті ертегіні тыңдауға дайынсыңыздар ма? Бүгін мен сіздерге бауырсақ ертегісін ұсынамын. Ерте заманда бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Бір күні шал кемпіріне: «Маған бауырсақ пісіріп берші» дейді. «Неден пісіремін? Көп болды, үйде ұн жоқ». «Әй, кемпірім-ай, сен қамбаны сыпырып, қуыс мүйісін қырна, осылайша қалған құтқан ұнды жина». Кемпір шалының айтқанын істейді. Қамбаны сыпырып, қуыс мүйісті қырнап, әзер дегенде 2 уыстай ұн жинап, оны қаймаққа илеп, бауырсақ жасайды. Пешін жағып, табасына майын құйып, бауырсақты пісіруге қояды. Көп, аз уақыт өткені белгісіз, үй ішін тәтті нан иісі алып кетеді. Бауырсақ тегіс, домалақ, сырты қызарыңқырап, әдемі болып піседі. Шал оны бірден жегісі келеді. Бірақ бауырсақ өте ыстық еді. Кемпір бауырсақты суытуға терезе алдына қояды. Бір өзі жатып жалыққан бауырсақ жерге түсіп, жерден шөпке, шөптен жолға түсіп, әрі қарай домалай жөнеледі. Бауырсақ домалап отырып, көк майсалы жерлерден, кең далалы егістіктерден өтеді. Осылай домалаған күйі қалың, қараңғы орманға келіп тіреледі. Орманда оған қоян кездеседі. Қоян айтады: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». Бауырсақ оған былай деп жауап береді: «Мен атамнан, әжемнен кеткен бауырсақпын. Сенен қоян кетуге аса қулықтың қажеті жоқ». Осылайша бауырсақ әрі қарай домалай жөнеледі. Қоян оны дұрыс қарап төлгірмей қалады. Бауырсақ жалғыз аяқ жолмен домалап келе жатса, оның алдынан қасқыр шыға келіп: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». Бауырсақ: «Қасқыр, сен мені жеме, одан да мені тыңда. Мен атамнан, әжемнен, қояннан кеткен бауырсақпын. Мен қасқыр сенен де кетемін». Осылай бауырсақ әрі қарай домалай жөнеледі. Бауырсақ орман ішімен домалап келе жатса, оған аю қарсы шығады. «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». «Жоқ, аю, сен мені жеме, одан да мені тыңда. Мен атамнан, әжемнен, қояннан, қасқырдан кеткен бауырсақпын. Аю, сенен де кетемін». Осылай бауырсақ әрі қарай домалай жөнеледі. Бауырсақ домалап келе жатса, алдынан түлкі шығып: «Бауырсақ, бауырсақ, мен сені жеймін». «Түлкі, сен менің не айтатынымды тыңда». Оған қу түлкі былай дейді: «Мен сенің айтқаныңды тыңдар едім. Қазір қартайып, құлағымның естуі нашарлап жүр. Менің тұмсығыма отыр да айта ғой». Түлкінің тұмсығына отырып, бауырсақ әңгімесін бастайды. «Мен атамнан, әжемнен, қояннан, қасқырдан, аюдан кеткен бауырсақпын. Түлкі, сенен де кетемін». Осыны айтып үлгергені сол-ақ, түлкі аузын ашып, тістерін ақситып бауырсақты жұтып жібереді. Осымен ертегі аяқталды. Ертегідегі бауырсақ қанша қумын десе де, одан да қу табылды. Бұл менен ақылды, менен қу жоқ деп мақтанғандарға сабақ. Ертегі ұнаған болса, подписаться батырмасын басып, тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар.